рахметсіздер ме? Мен Семей қаласындағы Жақия Жайжанов атындағы электронды колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Құрақбаева Жания Жанатбековна. Біздің бүгінгі сабағымыз жаратылыстану және дүниетануды оқыту әдістемесі. Сабағымыздың тақырыбы тірі табиғат және жалпы биосфера туралы ұғым. Сабақтың мақсаты биосфера және жер тіршілігінің дамуы, биосфераның шекарасы мен ондағы тірі ағзалардың таралуы және биосфера жағдайлары туралы ғылыми түсініктер қалыптастыру. Биосфера грекше биос өмір және тіршілік, сфера шар қоршаған орта деген сөздерінен алынған. Яғни жер шарындағы адамзаттың, жан-жануардың, өсімдіктердің және басқа да тірі организмдердің тіршілік ететін ортасы деген мағынаны білдіреді. Бұл терминді 1875 жылы бірінші рет Австралияның атақты геологы Эдвард Зюс ғылымға енгізді. Бірақ биосфера және оның жер бетінде жүріп жатқан процесі туралы ілімнің негізін салған академик Владимир Иванович Вернадский болды. Осы ілім бойынша биосфера 50% жоғарыдан 50% төменге дейінгі температурада болатын термодинамикалық қабат болып саналады. Мені өздеріңіз көріп отырғандай, орыстың ұлы академигі Вернадский осы ілімнің негізін салған, негізін қалаған академик. Биосфера атмосфераның төменгі бөлігін, гидросфераның және литосфераның жоғарғы қабатын қамтиды. Биосфераның төменгі және жоғарғы шекарасы туралы ғалымдар арасында әлі толық мәлімет жоқ. Тірі организмдер атмосфераның төменгі бөлігінде 100 км биіктікке дейін өте тығыз орналасқан. Биосфераның жоғарғы шекарасының озон қабаты 25-30 км қамтиды. Төменгі шекарасы дүниежүзілік мұхиттағы терең мұхит шұғымаларының табаны арқылы жүзеді. Биосфера негізінен 3 қабаттан құралады. Олар атмосфера газ күйінде, гидросфера су күйіндегі, литосфера қатты күйінде болады. Атмосфера жер шарын түгел орап тұрады. Ол гректің атом, бұл сфера шар сөзінен шыққан екен. Оның қалыңдығы 100 км-ге дейін жетеді. Атмосфераның негізгі құрамында оттегі, аргон, азот және басқа да газдар кездеседі. Атмосфера негізінен тропосфера, стратосфера, ипосфера қабаттары болып үшке бөлінеді екен. Гидросфера табиғи су қоймаларынан, яғни мұхиттардан, теңіздерден, көлдерден, өзендерден құралады. Бұл құрлықтың 70%-ын алып жатыр. Гидросфераның көлемі 400 миллион шаршы километр. Литосфера жердің қатты қабаты. Ол 2 қабаттан құралған. Үстіңгі қабаты граниттен, оның қалыңдығы 10 км-ден 40 км-ге дейін жетеді. Ал астыңғы қабаты базальттан тұрады. Оның қалыңдығы 30 км-ден 80 км-ге дейін жетеді екен. Жоғарыда айтылғандай, минералды қабаттардан басқа жерді ерекше тағы бір қабат биосфера қоршап тұр. Ол тірі организмдер тараған аймақтардың бәрін қамтиды. Биосфераның пайда болуымен бірге жер бетінде тірі организмдер өсіп-өніп, сыртқы қоршаған ортаның эволюциялық дамуына сәйкес қалыптасады. Биосфера теңіз деңгейінен бастап тау жоталарының шыңдарына дейін бүкіл құрғақ жерді алып жатыр. Атмосферадағы биосфераның жоғарғы шегі 20 км биіктікке дейін жетеді. Биосферада мол кездесетін микроорганизмдер жер бетінен 50-70 км-ге дейін жетеді. Литосферадағы биосфераның төменгі шегі 2000-3000 метрге дейін тереңдікке жетеді. Литосферадағы биосфераның шегі 11 километрдегі тереңдікке жетеді. Теңіз жануарлары және өсімдіктері үшін су өте қолайлы.
су таза, мөлдір болғандықтан күн сәулесі 200 метр тереңдігіне дейін тарайды. Бұдан кейін судың қабаттарын мәңгілік қараңғылық басып тұрады. Бұндай қабаттарда да тіршілік ететін организмдер болады. Биосфераның негізгі ерекшеліктері: биосферада сұйық күйінде судың мөлшері айтарлықтай көп. Биосфераға күн энергиясы тасқыны ықпал етеді. Биосфера суы, қатты және газ күйінде заттардың бөліну беттері болуы тән. Биосфера бірден пайда бола қойған жоқ. Ол өте көне заманнан бері қарай күні бүгінге дейін біртіндеп дамып келеді. Биосфераның ертеден бергі қарай құрылып келе жатқанын дәлелдейтін палеонтологиялық материалдар қарапайым тірі ағзалардың қалдықтары жер қыртыстарынан әрбір қабаттарынан табылады. Осы қабаттарға сүйене отырып, ғалымдар биосфераның негізгі пайда болу жолдарын анықтады. Биосфераның ең бірінші заманы археей деп аталады. Бұл кезде биосфера қандай жағдайда дамығаны және қандай тірі организмдер болғаны туралы ешқандай деректер жоқ. Протерозой эрасы биосфераның екінші дәуірі болып есептеледі. Бұл заман 7 миллион жыл бойына созылған. Протерозойда тірі организмдердің қарапайым түрлері тіршілік еткен. Олардың сол дәуірде тасқа жабысқан қалдықтары әртүрлі тау жыныстарынан қазіргі кезде де байқалады. Биосфераның палеозой эрасы немесе ертедегі тіршілік кезеңі бұл дәуір шамамен алғанда бұдан 570 миллион жыл бұрын басталып, 300 миллион жылға созылған. Адамзат баласында табиғаттың өзі жаратқан көп ғажайып көріністердің бірі. Бірақ адам баласының үстемдігі, ақыл-ойының жүйріктігі, оның табиғаттың басқа тірі организмдерінен әлдеқайда жоғары дәрежеге көтерді. Үстіне аң терісін, өсімдіктердің жапырағы мен қабығын жамып күнелткен алғашқы адамдардың өздері де осы керектісін, қажеттісін биосферадан алып отырған. От жағуды білмегеннің өзінде адам баласы жабайы жануарлардың еті мен өсімдіктердің жапырағын, сабағы мен буын бұтақтарын шикідей жеп, өсімдіктерді қорек етіп өсіп өне берді. Кейінірек тамақты пісіріп жеу арқылы адам баласы жабайы жануарлардан әлдеқайда жоғары сатыға көтеріле түсті. Сана сезімі, ақыл-ойы ғасыр өткен сайын үлкен эволюциялық даму кезеңдеріне өтіп, жоғары мәдениет сатысына көтеріле берді. Бірақ биосферадағы объектілер жойыла қалса, ол қалпына тез келе қоймайды. Мыңдаған және миллиондаған жылдарды қажет етеді. Биосферада пайда болып ғасырлар бойы шалқып жатқан айдын шалқар көлдердің экосистемасы бұзылғаннан кейін қалпына келуі мүмкін емес. Оның ішінде балығы, өсімдігі, климаты, арнасы, басқа да биосфералық құбылыстары адам танымастай өзгеріске ұшырап кетеді. Сондықтан да біздің заманымызда биосфераны қорғау, оның байлығын, асыл қазынасын сарқып алмай, өте ұқыптылықпен, жанашырлықпен орынды пайдалану маңызды проблемаларға айналып отыр. Биосфераны бағындыру ғана емес, көп жағдайларда бүгінгі таңда биосферамен достасу, оның заңдылықтарымен келісу, санасу керек болады. Демек бұл адамға қажетті барлық заттар осы биосферадан алынады деген сөз. Биосфера ұзақ эволюциялық даму кезеңдері нәтижесінде қалыптасты. Тірі организмдер саны артып, құрамы күрделенді. Олар құрлыққа шығып, атмосфера құрамын өзгертті. Оттектің мөлшері көбейіп, керісінше көмір-қышқыл газы төмендеді. Биосфера құрамындағы тірі организмдердің тұрақты дамуы мен өзгерісі оның жаңа
сапалы сатыға көтерілуіне, яғни ноосфераға өтуге себепші болды. Ноосфера грек сөзінен шыққан. Ноос сана, сфера шар, яғни табиғат пен қоғам арасындағы байланыс деген, өзара байланыс деген мағынаны білдіреді. Алғаш бұл ұғымда 1927 жылы француз оқытушысы Леонард Вернадский Собрано университетіндегі дәрісін тыңдаған соң ғылымға енгізген болатын. Жаңа қалыптасып келе жатқан ноосфера белгілеріне мынандай көрсеткіштер дәлел бола алады. Литосфера қойнауынан пайдалы қазбалардың өндірілуі, мөлшерінің артуы жылына миллиардтардан асты. Бұрын геологиялық кезеңдерде түзілген фотосинтез өнімдерін энергетикалық мақсатқа қолдану болды. Биосферада энергияның жинақталуынан гөрі шашырауы басым жүреді. Ноосфераның қалыптасу жағдайында бұрын биосфера құрамында болмаған заттар қалыптасуда. Биосфера жер қабығы болса, ноосфера күн жүйесі қабығында адамзат әрекетінің жаңа болашағына айналуы мүмкін. Адамзаттың саналы қоғамы қалыптаса бастаған кезден бастап адам мен табиғат арасында неғұрлым тиімді қарым-қатынасты қалыптастыру мәселесі қолға алынып келеді. 1948 жылы халықаралық табиғатты және табиғи қорларды қорғау одағы құрылды. ЮНЕСКО бағдарламасы ішінде маңыздысы биосфералық қорықтардың үлесін арттыру болды. Бүгінгі таңда жер шарындағы 70-тен астам елде 300-ге жуық биосфералық қорықтар құрылған. Жер шарының 4 миллион километрден астам жері ерекше қорғауға алынған. Оларды қорықтар деп атайды. Табиғи ескерткіштеріне ғылыми, мәдени, эстетикалық мәні зор табиғи объектілер жатады. Алғаш бұл ұғымды неміс жаратылыс зерттеушісі Гумбольдт ғылымға енгізген екен. Біздің елімізде де табиғат ескерткіштері көптеп кездеседі. Олардың ішінде ең әйгілілері Шырын, Әншіқұм, Жұмбақтас, Таңбалтас. Бұлар да ерекше қорғауға алынған табиғи қорықтар болып саналады екен. Міне біздің бүгінгі жалпы тірі табиғат, биосфера туралы сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз